Бір күні бір кісі Сүлеймен пайғамбардың сарайына алейхиссалам сәске уақытында есі шыға жүгіріп келіпті. Тығыз шаруасы бар екендігін айтқан ол пайғамбармен кездестіруді өтінеді. Тек бір қашып өңі құп-қу болып кеткен оған Сүлеймен пайғамбар алейхиссалам жайшылық па, мұнша неге қорқыттың, себебі не деп сұрапты. Әлгі кісі бойын билеп алған үрейден әлі де арыла алмаған кейіпте, бүгін ертеңгісін дәл қарсы алдымнан өңі сұсты Әзірейіл алейхиссаламды көрдім. Маған тесіле қараған күй алыстай берді. Шамасы менің жанымды алуға ниеттенген секілді депті жан-жағына жалтақтап. Сонда менің не істеуім керек деп сұрапты өлімнен мұнша қорыққан әлгі бейбаққа көз тастаған патша пайғамбар Сүлеймен алейхиссалам. Сізден бір көмегіңізді өтінем депті сонда әлгі кісі сөзін жалғап. Сіз аң-құс біткеннің тілін білетін, жан-жануар тау-тасқа әмірі жүретін үлкен патшасыз. Қолыңыздан бәрі де келеді. Желге айтып, мені сонау Үндістанға ұшырып апарып жеткізуін беріңізші депті жалына. Мүмкін сол кезде жан алғыш Әзірейіл менен көз жазып қап өлімнен құтылармын. Сүлеймен пайғамбар жыламсырап тұрған әлгі адамға жаны ашығандықтан желді шақырып, оны Үндістанға апарып тастауын бұйырыпты. Жел патша жарлығын екі етпестен құйындатып ала жөнелген күйі жаңағы адамды бірден Үндістандағы жапан бір аралға апарып тастайды. Түске қарай қарамағындағылармен жиналыс құрып отырған Сүлеймен келгендер арасынан Әзірейілді де байқап қалыпты. Бірден қасына шақырып алып, «Ей Әзірейіл, сәске кезіндегі әлі бейбақтың жүрегін алып сонша қорқытқаның не? Неге алайып қарадың?» деп сұрапты. Сонда Әзірейіл алейхиссалам, «Уа әлемнің баға жетпес патшасы, мен оған сұс көрсетпедім, тек таң қала қарадым. Өзі қорқып кеткен де болар. Мен оның осы жақта жүргеніне таңырқаған едім. Өйткені Алла тағала маған оның жанын бүгін кешке Үндістанға барып алуымды бұйырған еді. Мен оған қарап тұрып, бұған 100 қанат бітсе де Үндістанға бүгін жете алмас деп таң қалған едім. Таң қалыспен жүзіне тесіле қарағанымда сол болатын» деп жауап берген екен.